Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі ши бауырсақтың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 200 грамм жылы суға жарты шай қасық тұз саламыз. Және шамамен 40-50 граммдай қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң 80 грамм сұйық май құямыз. Менде жұмыртқаның көлемі кішкентай болғандықтан екеу салдым. Негізі біреу салсаңыздар болады. Үлкен бір жұмыртқа. Барлығын араластырамыз. Жарты шай қасық ас содасын ұнға салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң ұнды бірден салмай, кішкене-кішкенеден бөліп салып, жып-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жып-жұмсақ болу керек, бірақ та қолға жабыспайтындай болу қажет. Шамамен 480-500 граммдай ұн кетеді. Жақсылап қамырымызды илеп болғаннан кейін целлофан пакетіне салып, 20 минутке тындырып қоямыз. Міне шамамен 20 минут өтті. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Содан соң әрқайсысын домалақтап, оқтаудың көмегімен 1-2 рет қана үстінен басып шығамыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болу қажет. Барлығын осындай жолақшаларға бөліп аламыз. Енді қолымыздың көмегімен домалақтап аламыз. Енді ұсақ бөлшектерге бөлеміз. Бауырсақтарымыздың барлығын турап болғаннан кейін майды қатты қыздырып, бауырсақтарымызды шамалап салып қуырып аламыз. Бауырсақтар тек қана қатты қызған майда қуырылуы қажет. Кішкене қызарғанша қуырамыз. Шамамен 1-2 минуттай. Рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Бауырсақтар өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.